Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен кунжут пастасы тахиниді қолдан жасайтын боламыз. Бұл пастаны дүкеннен сатып алмай қолдан жасасаңыз әлде қайда арзанға түседі. Жасалу жолы да аса қиын емес. Бар жоғы 2 ингредиенттен тұрады. Табаға күнжутты салып, орташа отта сәл сарғайғанша қуырамыз. Оттан алыс кетпей үздіксіз араластырып тұрамыз. Кунжутты қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ, себебі пастаның дәмі қышқыл болып кетеді. Енді қызара бастағанда оттан аламыз. Кунжутты блендерге салып, үстіне зәйтүн майын құйып еземіз. Зәйтүн майының орнына күнбағыс майын қолдансаңыз да болады. Пастаның дәмінде ешқандай айырмашылық сезілмейді. Арасында блендерді тоқтатып, ыдыстың шетіне жабысып қалған кунжутты қасықпен түсіреміз. Тахини пастамыз дайын, иісі керемет, мұрын жарады. Пастаны шыны ыдысқа құйып, бетін жауып, тоңазытқышта сақтауға болады. Тахини пастасын ыстық және суық тағамдарға, салатқа, сонымен қатар тәтті тағамдарға да қолдануға болады. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз!